Оқулықтың беттерін нөмірлеп шығу үшін 324 цифр қолданылды. Осы кітапта қанша бет бар? 324 сан. Яғни ол жерде бізде 1 мен 9-дың арасында 9 сан бар. Ал екі таңбалы сандар, олар 90 сан бар. 90 сан бар. Ондай 90 бет болатын болса, онда біз оны 2-ге көбейтеміз. 180 болады. 99 бетке 189 цифр кетеді. Қосамыз, яғни. Ал енді біз 324-ті азайтамыз, 189-ды. 324-тен 189-ды азайтамыз. 4, 14, 14-ті 5 қалады. Бір қарыз кетті 1, 11, 11-ден 8-ді азайтсақ 3 қалады. Бір қарыз кетіп қалды, 2 бар, 2-ден 1-ді азайтсақ 1 бар. Ал енді 3 таңбалы сандарға 135 сан қалыпты. Онда біз 135-ті 3 таңбалы санға бөлетін болсақ, яғни 3-ке бөлеміз деген сөз. 13-тің 3-інде 3 4 рет қайталанады. 1 қалды 15, 15-ті 3-ке бөлсек 5, яғни 45 бет. Жалпы біз беттерді анықтап алдық. Ондай болатын болса, 99 бетке 45 бетті қосамыз. Қосайық, 9-ға 5-ті қоссақ 14, 4-ті түсіп, 1 ойда. 4-ке 9-ды қоссақ 13, ойдағы мен 14, 144 беттік кітап цифрланды. Кітаптың беттерін нөмірлеп шығу үшін 1392 цифр қажет болған. Осы кітаптың беті қанша?